Сәлем достар, бүгін біз Янош Экманның «Шағатай тілінің грамматикалық анықтауышы» Чагатай Мануэль кітабының кезекті бөлімін оқимыз. Біз өткен бөлімде кіріспесін оқыған едік. Бүгін грамматика бөліміне өтеміз. Әуелі фонетика бөлімі басталады. Фонетика бөлімінде жалпы Шағатай әліпбиі, транскрипция және дауысты дыбыстарды қамтиды. Бүгін біз дауысты дыбыстардың қандай екенін, қандай түрлері бар екенін және дауысты дыбыстарда қандай өзгерістер, үндестіктер бар екеніне тоқталамыз, яғни сол тарауларын оқитын боламыз. Осылай күндегісін күнде жалғастыра береміз. Мен Бекзат Анкара университетінің магистранты, түрколог және менің көмекшім Медет Садибеков, Назарбаев университеті магистранты. Фонетика дейді, әліппе және транскрипция. Шағатай тілі құжаттардың Шағатай тілінен қалған біздегі мәлімет деректердің көбісі араб әліпбиімен жазылған. Ұйғыр харпі бар. Ұйғыр харпі баяғы соғды әліппесіне өзгертіле басталған әліпби, ол 9-10 ғасырларда қолданған. Бірақ көбіне Әмір Темірдің сарайында ресми бір хат жазушыларда ғана қолданылған екен. Мысалы, Самарқанд, Герат және Ез секілді орталықтарда кейбір әдеби шәкірмалар ұйғыр жазуымен жазылған екен. Енді қанша дегенмен ұйғыр болсын, араб болсын, түркішенің әр дыбысын дұрыстап беруге жеткіліксіз болды дейді көпшілігі. Сол үшін қазір біз шағатайшаның қалай дыбысталғанын, дұрыс дыбысталғанын анықтай алмаймыз дейді. Шағатай кіріспеде айтып өтілгендей өте кең ауқымда, кең алқапта 5 ғасырдай қолданылған. Шағатайшаның дыбысталуы сірә әр дәуірде, әр мекенге байланысты өзгеріп отырған, бірақ бұл өзгерістер емледе көбіне көрсетілмеген. Сондықтан бұл шығармадағы, бұл еңбегіміздегі латын транскрипциясы көбіне көп дәстүрге негізделеді, яғни дәстүрлі транскрипция. Орта Азиядағы классикалық кезең және классика кезеңіндегі шағатайшаның дыбысталуын мүмкіндігінше болжап көрсетуге тырысқан дейді. Сонымен біз қолжазбамызда, енді алып тастайын, көрініп отырсын барлығы. Қолжазбамызда мынандай бір транскрипция әліппесін қолдандық дейді. Әріптердің үстіндегі мынау ишарет ұзындықты көрсетеді. Мына жерде бір сызық. Бұл менің қазір ашып отырғаным ескі баса болғандықтан көбіне осы бір сызық қолдану стандарт ретінде бекіген. Мына А әріпі немесе мынандай немен көрсетілген дейді. Ұзын А-да осындай А деген араб әліпбиімен көрсетілген. Бұл жердегі көбіне мына жерде көрсетіп тұрғандай біздегі ашық дегенді білдіреді. Б кәдімгі Б әріпімен, одан кейін Ж, Ч екеуі екі түрлі. Бірақ кейде Ш-ны да осы Ж-мен беріп жүрген жерлері бар. Нақты емес. Д, одан кейін қысқа қатар жабық дейді. Ф әріпі, сосын Г арабша ғайынмен берген. Одан кейін Г мен К-нің екеуі де осы кеф әріпімен берілген. Дыбысы, Х дыбысы, бұл Х, жіңішке Х. Мына жерде көрсетілгенде арабша жіңішке немен берген. Одан кейін 3 түрлі Х бар. Жалпы бұл 3 түрлінің болу себебі арабша парызша түпнұсқадағы сөздер сол арабша парызша қалай жазылса, шағатайшада солай жазылған. Сол үшін осы әріптердің үшеуі де шағатайша мәтіндерде бар. Бұларды тек транскрипцияда жазылған кезде ғана дұрыс ажырату керек. Ал сіз оқу барысында жалпы мына Х кездессе, бұның Х біздегі қатты қалың Қ-ға ұқсайтынын біліп отырасыз. И және ұзын И үшін кәдімгі арабшадағы осы көріп отырғандарыңыздай бір әріп қолданылған. Бұл жерде ұзын И көбіне арабша парызша сөздерде ғана бар. Айтып өткендей кеф, Л, М, Н. Мына өте ерекше бір таңба, бұған жіті қарау керек. Мен ағылшыншасынан көрсетейін.
мына НГ бұл біздегі қазіргі ың, қазақшадағы ың. Тамақтан келетін, мұрыннан келетін ың. Бұл аңды НГ деп беру себебі ескі ұйғыр жазуында осы нун және кеф НГ деп бергеннен кейін шағатай шаға өткен кезде ол автоматически солай өтіп кеткен. Мысалы кейбір мәтіндерді қарасақ, бұл уақыт өте келе тек қана мына кефті беріп, кефтің үстіне үш нүкте немесе кефтің үстіне хәмзә ишаратын қою арқылы ғана берген. Оны ол кезде басқаша қылып береміз. Мысалы н дейміз да үстіне бір сызық сызып қоямыз. Қазір мына жерде сыза аламын ба екен, көрсетейін сіздерге. Мінекей түсіңізге жазайын. Мысалы мынау мынау әріп бұл мынаны білдірген. Осының үстінде бір үш нүкте деген сияқты. Бұны саңырау к дейді. Ал мына НГ осы нун мен кеф. Біз оқитын мәтіндердің көпшілігінде осы нун және кеф код ол бертінге дейін солай қолданылып келген. Келесі о, у, ү біздің төте жазуда Ахмет Байтұрсынның әрқайсысы үшін бөлек-бөлек ишарат берген, бірақ шағатайшада барлығы бірдей. Мына ұзын о деген созылып оқылатын, ол көбіне парсы жазуларында ғана, парсыша сөздерде ғана бар. Бізге қатысы жоқ. П, қ, қауіппен берген. П-да кейіннен қосылған әріп. Р дыбысы үшін Р, С, жуан С және сат, син, фе бұның барлығы сол айтып өткенімде арабша парша сөздердің беру үшін қолданылған. Және дауыссыз дыбыстардағы үндестікті көрсету мақсатында мысалы жуан оқылатын сөздерде осы сатпен берген деген сияқты ерекшеліктері бар. Оны да мәтін оқу барысында өзіңіз аңғарып аласыз. Және кейбір дауыссыз дыбыстар дұрыс көрсетілмеген сөздерде осы дауыссыз дыбыстардың әріптеріне қарап сіз оқи аласыз. Және ш, т, сосын мынада жаңағыдай а, одан кейін у, в. Кейбір мәтіндерде хорезм дәуірінен қалған мына ваудың үстінде үш нүкте көруіңіз мүмкін. Ол кейде бертінде де ол кейбір мәтіндерде бар. Бұл кәдімгі біздің уды оқу. Әйтпесе мынау в ғой негізі. Е, сосын з, мынау да арабша парша сөздердегі әріптер, дауыс әріптерді беру үшін. Және в, ж, бұл өте аз кездеседі. Мен өте аз кездестірдім. Және айын. Айын және хемзе үшін мынау ишараттар қолданылады транскрипцияда. Бұны біз мәтін оқыған кезде немесе транскрипт жасаған кезде қарап отыратын боламыз. Енді дауысты дыбыстар ескі түркішеде вокаль дейді, жаңа түркішеде үнлілер. Үнлілердің классификациясы қалай болады? Шағатайшада 9 қысқа дауысты дыбыс бар дейді. Олар А, Ә, Е, Э, О, Ö, У, Ö. Олар біздің қазіргі қазақ тілінде де бар дауысты дыбыстар. Сол үшін әрбір қазақ кісіге, қазақша сөйлейтін білетін кісілерге бұл қиындық тудырмайды. Ұзын дауысты дыбыстардан А, И, У бұл арабша мен парсшаның екеуінде де, ал ұзын О болса тек қана парсша кірме сөздерде ғана кездеседі. Және кішкене бір дифтонгтар бар дейді. Ай, ей, ой, өй секілді. Енді біз дауыссыз дыбыстарды қалай бөліп жарамыз, яғни классификация жасаймыз, қалай жіктейміз. Айтылуларына қарай қалың және жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Бұны ағылшыншада және негізгі лингвистикалық терминологияда бұны мысалы түркішеде арты сыра, өн сыра дейді. Өн дамақ, арты дамақ. Тіл арты, тіл алды деген бар. Мысалы жуандар тіл арты болады. Өйткені тамақтың арт жағынан шығады. А деген сияқты. У өзіңіз де байқайсыз. Жуан дауыссыздар да сондай. Және тамақтың алды, тіліміз, аузымыздың алдыңғы жағына тигізу арқылы шығаратын дыбыстар бар. И, У. Бірақ бұл біз лингвист болмағандықтан және мақсатымыз бұны дұрыстап талдау болмағандықтан біз жуан жіңішке деп өзіміз үйренген
атауларды қолданамыз. Жуан дауыстылар а, у және жіңішке дауыстылар. Айтылу барысында еріннің ә, дөңгеленуіне және дөңгеленбеуіне байланысты езулік және еріндік дауыстылар. Енді бұл жерде біздің қазақша терминологияда езулік еріндік деп қолданады. Мына жерде дүз немесе юварлақ деп берген. Бұл жерде көріп отырсыздар, ағылшыншасында да осындай бір терминология бар. Бұл деген сөз езулік дыбыстар. Яғни а, е, и, иә, мәке сөйлесін. Мынау кәдімгідей әліппе үйреніп жатқан жоқ болдық қой мектепте. Енді бұл тура жерде ұқсайды екен. бұны көрсетудің себебі, мынау мен немі көрмей қалыпты. Бұны көрсетудің себебі бұл жерде қазір үндестік заңдары да бар да, үндестіктер, яғни езулік дыбыстар мен езулік үндестік, еріндік үндестік, қалың, жуан, жіңішке дыбыстардың үндестігі деген сияқты. Бұл бұның маңызды. Сөздерді оқыған кезде немесе шағатайшада ненің қалай жазылғанын білетін кезде білу үшін біз осы дыбыстарға қараймыз. Жалғаулар осыған қарай сонда жалғандық өзгеріп отырады ғой да примерно. Иә. Тіпті кейде мысалы керісінше болуы мүмкін. Мысалы, жуан болса да жіңішке жалғап кетуі мүмкін деген сияқты. Оны да қазір астында жайлап айтып өтеді оны жеке. Одан кейін шығуларына байланысты, ауыздың ашық немесе жабық болуына байланысты кең немесе ашық және қысаң деп аударуға болатын шығар, тар дегенді. Мен нақты білмеймін, егер шынымен де біздің қазақ грамматикасы терминдеріне хаким бірі болса, пікірлер жазып, мені түзетіп кетсе жақсы болар еді. Жарайды, жалғастырамыз. Сонымен мына жерде қысқа бір кестеде шағатайшадағы дауысты дыбыстардың қалай жіктелетінін көрсетіп берген. Дауысты дыбыстардағы өзгерістер, құбылыстар. Яғни дауысты дыбыстар қалай өзгерген екен? Жалпы қандай бір заңдары бар дауысты дыбыстарды оқу барысында? Соларды айтып өткен. Шағатайшаның негізгі сөздерінде, өз сөздерінде сөздің басында және алғашқы буында жоғарыдағы дауыссыз дыбыстардың барлығы кездеседі дейді. Бірақ мына қысаңдау дауыссыз дыбыстар тек қана алғашқы буында ғана кездеседі, ал соңғы буындарда кездеспейді дейді. Мынау қысаң деген мынау о, ö. Мысалы үшін ешік дедік қой, ешік. Қазіргі біздің қазақшадағы есік. Енді болдым дедік қой, болдым, қазіргі қазақшада болдым дейміз, иә. Болдым демейміз мысалы. Екінші буын деген мынау дум деген. Бірінші буында о деген қысаңдау дыбыс келсе, мына екінші дыбыстаулар қысаң болмайды дейді. Тек қана біріншіде ғана болады, болдым. Мысалы, өлім емес, өлім. Біздегі өлім. Өлтіргілік, яғни өлтірілетін деген секілді. Шағатайшада нағыз түрікше сөздерде дауыссыз дыбыстар бірге тұрмайды. Бұл біздің түрікшенің, түркі тілдерінің ерекше бір заңы. Сондықтан, мысалы, деу деген етістіктің түбіріне іл немесе іш секілді жалғаулар келген кезде, екеуінің мысалы делмек, мысалы, деу деген айту деген сөз ғой. Мысалы, ол мүмкін болмағандықтан арасына е қойылады дейді. Мысалы, дейілмек, айтылу, дейіш, мысалы, дейішу деген сөз, дейішмек деген сөз шағатайшада сөйлесу деген сөз екен. Ал енді арабшадан алынған кірме сөздерде хемзенің біздің түріктер айтылмағандықтан ол екеуі бірге келген кезде де арасының орнына и қойып жүрген. Мысалы, неваи болса, мына жерде хемзенің орнына неваи дейді. Бірақ тек қана и мен ының бар кезде ғана бұл е қойылған. Ал қалған арабша, парысша сөздерде мынау мен мынау екеуі бірге келген кезде ешқандай е қойылмаған дейді. Енді дауысты дыбыстардың үндесімі бұл жалпы бүкіл түркі тілдерінде, әсіресе қазақ тілінде де ерекше сақталатын бір заң, яғни бір ереже.
үндестік заңы дейді, сингармония дейді, хармония. Енді бұл сингармонизм шағатай түрікшесінде де, шағатайшада да өте характеристично дейді. Шағатай түрікшесінде де өте тән нәрсе дейді. Екі түрлі үндестік бар дейді. Біреуі жуан мен жіңішкенің үндестігі, жуан жіңішке үндестігі және еріндік езулік үндестігі. Егер түрікше не қиын болса, ағылшынша қарап отырсаңыздар болады. Жуан жіңішке үндестігі деген не? Яғни, бұны қысқаша түсіндіретін болсақ, жуан және жіңішке үндестік заңы бойынша бір сөзде не жуан әріптер дыбыстар болады, немесе жіңішке дыбыстар болады. Ал араб әліппесінде бұл жуан және жіңішке дауысты дыбыстар үшін әрқайсысы үшін бөлек бір әріп жоқ қой. Мысалы, барлығына е деген әріп қолданылады ғой. Енді біз бұны қайдан анықтаймыз? Жуан және жіңішке дауысты дыбыстарды ажыратуда біздің басты критериіміз дауыссыз қ немесе г, к дыбыстарының қайсысы тұрғанына қараймыз дейді. Ал шағатайшаның негізгі өз сөздерінде бұл жуан жіңішке үндестігі толықтай сақталған. Мысалы, г, к болса, онда барлығы жуан болады, г, к тұрса, онда барлығы жіңішке болады. Енді қараңыз, yolға, үлгілерге қарайық, yolға, yola, яғни жолға. О да жуан, а да жуан. Артығырақ, біздің қазақшада артығырақ. Мен мысалдардың нелердің мағынасын қазақша айтып отырайын. Тапмақ, табу, болғай, болады, азғына, азғана, бұрнағы, бұрынғыдағы, алғашқыдағы, сатқушы, сатушы, мұңлық, мұңды, ашылық, тамақ жейтін, тамақ қоятын нәрсе. Енді жіңішке дыбыстарға қараңыз. Теңірге, көпірек, көбірек, бермек, беру, эйлегей, жасау, жасайды, істейді деген сөз. Көңілгіне, яғни көңілшік деген сияқты, көңілдің кішірейтіп айтылуы. Юзидеки, яғни жүзіндегі. Бергуші, беруші. Пері жүзі дейді. Өсіріктілік, есірік дейді біз қазақшада, яғни мастық деген сөз. Тіректілік, тірі болу, жандылық. Жоғарыдағы ережелердің тек қана бір, қалай айтсам болады, истисна, яғни бұған бағынбайтын тұстары бар. Ол классик дәуірдегі жазбаларда сирек те болсын кездеседі. Мысалы, бұның себебі оны мәтінді көшіріп отырушы қате жіберуі мүмкін дейді. Мысалы, Невайдың Стамбулдағы жазбасында көңілім де ғ деп берген. Енді бұны арабша әріптерді білгендер түсінеді. Көңілімде деп ғ деп ғайынды қолданғаны бұл көшірушінің қатесі дейді. Өйткені біз басқа бір мәтінде көңілімдеки деп дұрыс берілгенін білеміз дейді. Ал қайсы болып бұзылады? Ол арабша паршадан алынған кірме сөздерде. Жалпы жуан және жіңішке дауыссыз дыбыстардың қолданылуы сәл басқашалау. Мысалы, и және и секілді сөз әріпте дыбыстар кездесетін кірме сөздердің барлығында не екені белгісіз түбірге келетін жалғау жуан болып келеді деді. Мысалы, адамға деген сөз. Адамға, жоқтыққа, эхлиға, немесе эхлиге болмасы lazım. Болу керек қой, бірақ не екені белгісіз жуан дейді. Афетлік, апаттық. Одан кейін қайсы сөз түсініксіз, мысалы, авария, бос сандалушылық, авариялық деп берген. Бадеге, шарапқа деген сияқты. Пендеге, бендеға. Және өте көп үлгі берген. Қарау арқылы біз жалықты арабша парша сөздерде өте тіпті барлық жерлерде осы жіңішке имен біткен сөздердің барлығына немесе басқа сөздерге дауысты дыбыс келгенін көреміз. Мысалы, шехерға, шахарға, қалаға деген сөз. Сәждеға, сәждеге деген сөз. Соңғы буынында немесе и сөздері, әр дыбыстар бар сөздерде де жуан жалғаулар келген дейді. Адемилықтың,
адамилықтан деген. Дын дегенде біз қазір кейін морфология бөлімінде өтеміз. Бұл коммутативтік жалғау. Мысалы эсирлікқа, тұтқындыққа деген сөз. Бірақ эсирлікке емес, эсирлікқа деп берген. Бұл өзі үнемсіз заңына бағынбайтын тұстар. Сол үшін біз мәтінде осындай сөз келесек, яғни мына жерде қ тұр. Біз ойлауымыз мүмкін ғой. Я бұл шағатай жазуларында жалпы түркі халықтарының үндестік заңы бар, сондықтан бұны жуан оқуым керекпін деп, ол сөзді оқи алмай қиналуымыз мүмкін. Ондай кезде біз сразу есімізге түсіреміз ки арабша паршадан алынған кірме сөздерде осы сөздердегі жуан жалғаулар да келетінін білу және соған қарай оны демек бұл сөз мен өте оқи алмай жатырмын бұл сөзді, онда бұл сөз арабша немесе парша деп соған қарай сен өзіңнің арабша парша білетін сөз қорыңа қарап немесе сөздікке қарап отырып осы сөзді оқи аласыңыз. Бірнеше үлгілер берген, сөздердің барлығының қайсысынан алынғанын берген, қай неден алынғанын берген. Сол үшін біз бұны Янош Екманның өзінің ойдан шығарған емес, бұлардың барлығының бір түп несі бар екенін білеміз. Иә, Мәке, тыңдап тұрмын. Бека, мына жерде бұл кірме сөздің барлығында сондай сақталмай ма, әлде сақталатындар да бар ма? Енді ол мынандай ғой, бұл жерде барлығын сақталады деп берген, бірақ мысалы әр дәуірге қарай өзгеріп отырады ғой. Басында айтып өтті ғой, мысалы бастаған кезде Мгм. біз нақты қалай айтылғанын білмейміз дейді да. Сол үшін біз барға сүйеніп отырып жасаймыз дейді. Және А, тек қана классика дәуірін ғана негізге аламыз дейді да. Ал мысалы 18-19 ғасырдағы мәтіндерде қарасақ, кейбір сөздерді мысалы адемге дейді ғой, адамға деген. Адемге деп беруі мүмкін. Немесе жуан жіңішкеге беруі мүмкін. Қазақшада қазақша, өзбекшеде өзбекше. Бұл уже онда мәтіннің қай жерден шыққанына қарай өзгеріп отыратын нәрсе. онда кішігірім жаңағыдай жалғауларда қателер болса, жіңішке, жуан, онда ол нормально деген сөз ғой онда. Иә, нормально деген сөз. Мысалы қазір өзбекше тек М, қана бір ғана көптік жалғау бар, лар деген. Мысалы сол үшін шағатайшаға жақын өзбекше. а, Есік, есіктер дейміз ғой біз, өйткені біз кәдімгідей біз оны бағындырамыз үндестікке. С мгм, дауыссыз, сол үшін т келеді, есіктер емес. Есіклер болмайды, мысалы үшін есіктер болады деген. Ал өзбектер алады да оны ишкілар деп жазады, бірақ ишкілер деп оқуы мүмкін. Бұл енді емле ғой. Бұл жерде бас нәрсе ескеру керек. Бұл емле мысалы 14 ғасырда қалай жазса, 15 16 ғасырда да солай жазады. Өйткені 19 ғасырға дейін жазу, сызу, кітап оқу деген кең таралған нәрсе емес. Сол үшін мгм. бүкіл халық оқысын деген бір ешқайсының дерті де жоқ. Андай Ал душнилар жоқ қой, типа ана дұрыс емес жазыпсың деп. иә, яғни оюына халық Несі? оқи алмай қиналып қалмасын деген не жоқ та. Өйткені мен бас А, уәзірмін. Бас уәзірге өзіме жазамын. Ол оқыса түсінсе болды да. Еще сен м, басқа елге бір хат жолдасаң, ол хатты ханның өзі оқымайды ғой. Өзінің мгм. білетін адамдары оқып Оқып береді. соған. Мгм. Сол үшін бұл жерде емле екенін ескеру керек. Бұлар неневелі қоғамы деп қарамау қажет. М, Бұл кейіннен келе модерн дәуірлерде әрқайсысының нақты бір стандарттап ережелер бекітіп берген. мгм. Ал қ қызық дейді, соңы ке, яғни жуан жіңішке к немесе г мен біткен сөздер көбіне жіңішке дауысты дыбысқа жалғаулар келген. Мысалы бөлен идрак навекінге навекін нәзікілік. Бұл жерде уже жуан жалғау келмеген, жіңішке келіп отыр. Пәкілік мысалы, пакілік, пәктік деген сөз, тазалық деген сөз, пәкірек, пәгірек деген сөз. Ал енді соңында соңғы дыбысында ортасында да к г сөздері әріптері кездессе, дыбыстар яғни әріп демей ақ қояйын, онда ол жерде де жіңішке дауысты дыбыстары бар жалғаулар келген. Мысалы гүлшенге, гүл бақшасына.
Kişiverge дейді, өлкеге деген сөз. Басында ол, соңында емес. Сергештелік, таңғалу дейді. Э, Сернигунлук, жоқ, бұл жерде қатсам болады. Төмендік, жаман бір не, масқаралық деген сөз. Шагиртлік, біздегі шәкірттік. Осылай үлгілер берген. Енді екінші бір үндестік заңы бар, ол еріндік және езулік және еріндік үндестік заңы. Ол қандай нәрсе ол? Ол деген сөз мынау ә, ол деген сөз оқиық мәтіннен, еріндік үндестік заңы бойынша о, ö, у, ү дауысты дыбыстарының, әйтеуір осы төрт дауысты дыбыстың біреуі бар түбірлерге ы, и, о, ү секілді дыбыстары бар жалғаулардан у, ү, лі, у, ү барлары ғана келеді дейді. Мысалы, бірақ дейді, шағатайшадағы езулік еріндік үндестігі толығымен дамымаған, сол үшін бұл жерде әр жерде әрқалай. Енді біз солай көрсететін болсақ дейді, еріндік езулік үндестігі сақталған жалғаулар, сақтайтын жалғаулар, осы үндестік заңына бағынатын жалғаулар десек болады. Мысалы, жіктік жалғаулары, менің, сенің, оның деген секілді, ым, бұлар үндестік заңына бағынады. Мысалы, башым, ал yüz болса, yüz ол не деген сөз? Мысалы, а тұр ғой, а Мгм. езулік дыбыс. А деген кезде біз ерніміз емес, езуіміз қозғалады деген сияқты. Мгм. Және бұған езулік дыбыс келеді. Башум болмайды мысалы. Башум болу үшін еді у болу керек еді, бушум болады. Мысалы, yüzüm деген кезде yüzüm болғаннан кейін оған келетін жіктік жалғауының өсі де ö болады, ауыстысы да ö болады, жүзім болады. Бірақ қазақшада біз қалай айтамыз оны? Бетім, жүзім деген кезде жүз дейміз, иә? Ол еріндікке езулік дыбыс келтіреміз. Бұл бүгін біздің қазақшада кішкене өзгеріп кеткен нәрсесі. Бұл әр түркі тілінде өзінше өзгеріп отырады. Біреуіне қатты сақталады. Мысалы, қырғыздар бұны қатты сақтайды, иә? Ал кейбіреулер бұны вообще сақтамайды. Бұл өзі филологияның, осы лингвистердің зерттейтін нәрсесі, ненің қалай өзгергені. Ал шағатайшада дейді, осы жіктік тұлғалары, менің, мысалы, басым, жүзім, сенің деген кезде ың, өң деген кезде жүзің, башың, башымыз, жүзіміз, башыңыз дейді. Сонымен қатар екінші жақ бұйрық райда, мысалы, көптік бұйрық райда, көптік неде. Ой алла, мен қазақша терминдерін ұмытып қалдым. Мысалы, жасаңдар, алыңдар, ұрыңдар деген сөздері бұл бұйрық райдың екінші көптік түрі ғой. Енді сол жерде жалғаулар да осы үндестік заңына бағынады дейді. Мысалы, қылың, ұрың, тұтыңыз деген секілді. Мгм. Сонымен қатар өткен шақтан бірінші алдым, өткен шақта да осы үндестік заңына бағынады дейді. Алдым, көрдім, алдың, көрдің. Одан кейін ық жалғаулары сатық, яғни сатым деген сөз екен, сатылым деген сөз. Өлік, өлу деген сөз. Бұл жерде де үк, яғни өлік емес, үк. Үндестік бар, көріп отырсыздар ма? Еріндік дыбысқа еріндік дыбыс келіп отыр. Одан кейін ол, үл секілді бұны ырықсыз түрге келтіретін жалғаулары да қылынмақ, төкілмек, төгілу деген сөз, қылыну деген сөз. Сонымен қатар тағы да затизм жасайтын, затизм жасайтын жалғаулар, білім, өлім секілді. Ұмтыл, үмтіл, ын, ін, үн,
Жалпы осылай ерік дыбыстарын үндестігіне үлгілер көрсеткен және бұған бағынбайтын дыбыстар да бар. Бұл дыбыстарды көбіне шынымен тек қана мысалы үшін ч күйінде ғана сақталатын жорғалауларда бұл не үндестік заңына бағынбайды дейсіз. Мысалы қой ч. Неге қой ч емес? Өйткені чның тек қана ч секілді бір варианты бар. Шу деген вариант жоқ қой. Сол үшін қой ч, қой чу емес. Оқуды бұл жерде сондай. Дын көмектестік. Яғни біздегі тан наннен, тешіктін, тесіктен, төшіктін емес. Г тиесілік. Және тағы осындай жоғау жұмылдың бәрі жетпеген